Сәлем қыздар, сіздерге өте тез дайындалатын ПП шоколадты торттың рецептісімен бөлісемін. Калориясы төмен, яғни 100 грамм тортта бар жоғы 103 қана калория болады, яғни низкокалорийный ПП торт деп айтсақ та болады. Бізге қажетті ингредиенттер: айран, күріш ұны, кез келген ұнды пайдалануға болады, және жұмыртқа. Бір сарысы қажет емес, негізі 2 жұмыртқа, тек қана ақ уызын аламыз, яғни 2 ақ уыз, 1 сары уыз, яғни жылток дейді. Қопсытқыш және какао және қант алмастырғышты қосуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз да қант алмастырғышпен бірге араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң айранымызды құятын боламыз. Және жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қопсытқышты күріш ұнына біріктіреміз де араластырып, және сұйық массамызға салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Келесі кезекте какаомызды саламыз да жақсылап барлығын араластырып аламыз. Ең бастысы ситадан өткізіп алыңыз. Мен алдын ала ситадан өткізіп алдым. Барлығын жақсылап араластырып болған соң қант алмастырғыш саламыз. Яғни менің пайдаланған қант алмастырғышым Фитпараттың стевия деген түрі. Соны алуға тырысыңыздар, өйткені құрамы таза. Қысып тұрған табада майсыз біздің құймағымызды саламыз, яғни сұйық массамызды салып, қызарғанша екі жағын пісіріп алатын боламыз. Блины, яғни құймақ сияқты пісіріп аламыз. Екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай қызару керек. 3 ас қасықтан салып, корждарымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Менде корждар дайын болды. Енді келесі кезекте кремін дайындаймыз. Кремге қажет болады сүт, крахмал, қант алмастырғыш және какао. Сүтімізді құямыз және крахмалымызды, какаомызды құйып, қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Егер де тәтті болған қаласаңыз, онда қант алмастырғыштың 3-4 данасын салсаңыз болады. Маған 2 дана жеткілікті болды. Крахмал түйіршікке айналып кетпеу үшін қозғап тұрыңыздар. Өйткені крахмал түйіршікке айналса, креміміз жақсы шықпай қалады. Шамамен 3-4 минутта бізде крем дайын болады. Негізі ұзақ қайнаса қоюлана береді. Енді әр корждың үстіне кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Енді бетіне әсемдік ретінде кез келген, яғни горки шоколад деген бар. ПП кезде сол шоколадты жеуге болады. Сол шоколадты ерітіп, бетіне әсемдік ретінде пайдаланатын боламыз, және кез келген жемістерді пайдалануға болады. Мен пайдаланғаным құлпынай. Малинаны қосуға немесе банандарды қосуға, жалпы кез келген жемістермен әсемдеп жеуге болады. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міне қыздар, біздің тортымыз дайын болды. Небәрі 100 грамм тортта 103 қана калория бар, яғни таңғы асқа жесеңіздер,
тіптен керемет торттардың бірі. Ең бастысы тез дайындалады. Бары 10-15 минут уақытыңызды ғана алады. Қыздар, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен құрметпен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша алда әлі тағы да керемет ПП рецептермен бөлісетін боламын.